Қайырлы күн тағы да біз полностью теорияның барлығын өттік. Енді мен сіздерге бір стратегия беретін боламын. Сол стратегиямен сіздер позицияларыңызды ашып, табыс тауып көретін боласыздар. Ол стратегияның аты бізде Opening Range Breakout деп аталады, яғни 5 минуттық стратегия. Кішкене осы стратегия туралы айтатын болсам, бұл жерде біздер не істейміз? Алғашқы таймфрейм 1 минутқа қоямыз. 1 минуттық таймфреймдағы 5 свечканы аламыз. Свечканың high және low бағалары. High дегеніміз және low дегеніміз бізде фитильмен алынады. Енді ол қалай? Мысалы, мына жерде бізде график тұр, иә? Астында таймфреймді мына жерден аламыз 1 минуттық таймфреймға. Енді кешегі күнге барамыз. Кешегі күні бізде не істеді? Мысалы үшін Tesla компаниясы, дұрыс па? Жалпы бұл 5 минуттық стратегия деп айтылып тұр. Қараңыздар, мына қара зонадағы 1, 2, 3, 4, 5. Міне 5 свечкидің high мен low'ы. Мысалы, осы именно қайсы? 1, 2, 3, 4, 5. Ең low бағасы мышканы әкеп қоямыз. Қанша? 345-те 50, дұрыс па? 345-те 50-ді сызамыз. Міне. 345-те 50. Кішкене бағасы дұрыс болмаса, мына магнитпен жылжытамыз. 2, 3, 4, 5. Хай бағасы қанша? 349-да 65. Осын сызамыз. 349-да 65. Міне, сыздық. Енді бұл стратегия бойынша біздер не істейміз? Сызып алдық. Егер осының жоғарысына кететін болса, біздер не істейміз? Жоғарыға лонгқа ашамыз. Ал төменге кететін болса, біздер осы стратегиядан шортқа ашамыз. Ескерту, бұл стратегия бойынша ұзақ қозғалыстарды ұстауға болмайды. Тек қана 1-2 доллар ғана қозғалыс. Мысалы, мына жерде уже шығып бара жатыр, иә? Мысалы, қанша? 49-да 65, 51-де 62. Көрдіңіздер ма? 2 доллар бізде не істеді? Қозғалыс берді. Енді 2 доллар қозғалыс берді. Енді мына жақтан қараңыздар, түсіп бара, яғни денесімен шығып бара жату керек та. Мысалы, сіздер үлгірмей қалдыңыздар, дұрыс па? Жалпы бұл стратегияны қолданған кезде мынандай нюанс бар да. Мысалы, мынадан шығып бара жатқан кезінде ашып емес, артына кеп ретест жасау деген нәрсе бар. Бізде қараңыздар, ретест дегеніміз не? Мына жерге жазайын. Ретест дегеніміз тест, яғни тест жасау. Аты айтып тұр. Мысалы, қалай болады? Мына жерде 250 деген баға бар, мына жерде 230 деген баға бар. Егер бұл 250-ді шынымен осылай кеп бұзатын болса, артына кеп не істеу керек? Ретест жасау керек. Ретест дегеніміз, мысал үшін сіздер мектептен универге түсу үшін тесттен өтесіздер ғой, ОБТ-дан, иә? Сол кезде не істейсіздер? Универге түсесіздер. Егер тесттен өте алмай қалсаңыз, универге түспейсіз. Сол сияқты бұл жерде артына кеп ретест алу керек. Дальше 255-60-қа бару үшін. Ал ол тесттен өте алмай қалды ма, ол қайтадан құлайды. Мысал үшін мектепте ОБТ-дан өте алмай қалдыңыз ба, қайтадан сіз универге түсе алмай құлайсыз ғой. Дәл сол сияқты. Яғни мына осы бағаны бұзғандығы туралы растауды алдыма, бұл дальше не істеу керек? Былай қарай өсуі керек. Енді бізге осы ретест деген ключевой момент. Егер бұл стратегиямен ашқыңыз келсе, шатаспаймын дейтін болсаңыз, қорықпай дальше позицияда отыру үшін негізі ретесттен кірген дұрыс. Ал егер мен рисковать етемін деп, мына жерден уже бұзып атқан кезде ашатын болсаңыз, стоп-лосты примерно мына бір жерлерге қойып қою керек. Стоп-лосс примерно мына бір жерлерде, мына фитильдің астында, немесе мына жердің астында. Мен өткенде стоп-лоссты дұрыс қоюды өткенем ғой, либо фитильдің, либо қайсы деңгейдің астына. Мысалы үшін мына жерден кіріп атыс па, либо мынау деңгей, еще мынау фитильдің астына осылай қойып қойсаңыз болады. Жалпы бұл ағылшындардың стратегиясы ғой, олар не істейді? Олар стоп-лоссты вообще мына деңгейдің астына қояды. Яғни мына екі диапазонның астында үстіне шығатса, мына астындағы диапазон. Бірақ ол сіздерге ұзақ болып кетеді, сондықтан осы жерге қойған дұрыс. Түсінікті ғой, қараңыздар, не істеді? Ретестін ала алған жоқ, құлап кетті. Сондықтан да уже бұл түсінікті. Значит, қайтадан мына жерде қараңыздар, келді, мына енді астына қарай көрейік. Келді,
үстіне не істеді? Ретестін ала алған жоқ. Бұл енді сіздер астына қарай ашатын болсаңыздар, бұзып, ретестін алып, мына жерді ключевой жасап, дальше құлау керек. Бұл ретестін мына жерде алды, көрдіңіздер ма? Барды, ложный жасады, ретестін алды, дальше стоп-лоссты мына бір жерлерге қойып, міне мына бір жерлер, либо даже мына фитилдің үстіне қойып, дальше осы жерге дейін ашсаңыздар болады. Қараңыздар, 45-тен 42. Көрдіңіздер ма? Жалпы бұл стратегияда осындай 1-2-3 доллар ғана ұстасаңыздар, соның өзі жеткілікті. Давайте басқа күнге барып көрейік. Сосын негізінде қараңыздар, бұл стратегияның нюансы бар бізде. Қандай? Яғни алғашқы 5 минут бізде узкий болу керек. Узкий деген сөз, мына 5 минуттық екі деңгейдің арасы кішкентай болу керек. Сол кезде ол осыны ретест жасап, дальше өсу керек. Және де екіншісі, ол күні тренд болу керек. Тренд болу керек. Сол кезде бұл стратегия жақсы орындалады. Ал егер бізде қараңыздар, узкий болмай, былай арасы широкий болатын болса, не істейді? Яғни, давайте мына жерге көрсетейінші. Мысалы, арасы осылай, широкий болса, значит, 5 минуттық таймфреймдағы свечка осылай. Ол қатты өсіп кетті. Значит, ол осының ортасында жүріп қалуы мүмкін, да? Сіз дұрыс табыс таппайсыз. Ал егер де осындай болатын болса, узкий болатын болса, онда ол дальше тренд жалғасуы мүмкін дегенді білдіреді. Өйткені бізде қатты, өмірде де сондай ғой, қатты өсіп кетсеңіз бірден болмайды. Барлығы ақырын болу керек. Сол кезде жақсы жұмыс жасайды. Давайте алдыңғы күнгі көрейік. Негізі 5 минуттық стратегия ғой. Давайте 5 минутқа. Мысалы, так, мына кеше күнді көрдік. Давайте алдыңғы күнгі көрейік. Алдың күні бізде қалай болды? 5 минуттық стратегия, значит, бізде алғашқы 5 минуттың несі? High мен low бағалары. High мен low'ын сызамыз, міне. High және де low. Так. High және low. Арасы қанша? 338, 341. 3 доллар нормально, я? 3 доллар нормально. Не істеді? Бірінші өсті, қайтып құлады. Бізде қандай болып жатыр? Консолидация. Біздің жаңағы нюанс бойынша не еді? Екі нюансы бар. Біріншісі узкий болмау керек, широкий болмау керек. Екіншісі бізде тренд болу керек. Консолидация болса, бұндай кезде біз бұл стратегияны қолданамай қаламыз. Қараңыздар, консолидация болды мына жерде. Уже мына кезде консолидациядан шықты. Және мына жерде шыққаннан соң ретест жасады. Дальше ашсаңыздар болады. Яғни бұл жерде білу керек, тағы да айтам, узкий болу керек. Екіншісі мына жерде тренд болу керек. Үшіншісі ретест жасау керек. Яғни үшіншісі ретест. Ретесттен соң барып сіздер позицияға кірсеңіздер болады. Мына жерде үшеуі де орындалып тұр. Стоп-лоссты мына бір фитилдің астына қойып ұстасаңыздар болады. Давайте басқа күнді көрейік. Мысалы, мына күнді алайық. Так, мына күні бізде high мен low қараймыз. High және де low. High бізде сызамыз, деңгей сызып аламыз осылай. Енді не істеп тұр? Қанша арасы? 43, 37. Уже көрдіңіздер ма? Үлкен болып кеткен. Арасы уже 6 доллар болып кеткен. Міне. 6 доллар. Сондықтан да бұндай кездерде кішкене не болады? Осылай өсті, міне өсті. Артына келеді, қайтадан осылай жүруі мүмкін. Қашан тренд басталады, мына екі арадан шығады, сол кезде ғана позиция ашсаңыздар болады. Мысалы, қараңыздар, мына кезде шықты, дұрыс па? Мына кезде шықты, бірақ ретест жасаған жоқ. Значит, сіздер өздеріңіздің ережелеріңізге қарсы шықпайсыздар. Ретест жасаған жоқ. Қашан жасады? Міне түнгі 10-нан кейін жасады. Жасады ма? Тестінен өтті ма? Осы жерде позиция ашсаңыздар болады. Яғни трейдинг деген ол өз ережене, өз дисциплинана бағыну. Бағынбайсыз ба, ойбай, давай кіре салайын, интуицияға сеніп, бір моментті мысалы, мына кезде қалай күшті өсіп кетті, блин, кіре салмаппын ғой деген сияқты сіздерде өкініш болады. Ондай өкініш болса, сізде уже трейдер шықпайды. Сіз өз ережесіне бағынатын, өз ережесіне жаңағындай қарсы шықпайтын трейдер болсаңыз ғана жақсы нәтиже шығады. Түсінікті ғой, сондықтан бұл стратегияны қолдану үшін сіздерге не керек? Сіздер бір ғана компанияға қарап отырмайсыздар. Кемінде 5 компанияны дайындап аласыздар. Мысалы, Tesla, Nvidia, мысалы, мысалы, AMD, одан кейін Palantir, одан кейін MSTR.
Осыны қарап бесеуін сызып аласыздар, қайсынікі узкий болып тұр. Так, мысалы Тесланікі широкий, Nvidia широкий, AMD-дікі узкий болып тұр. Және тренд жалғасып жатыр. Және не істейсіздер? Ретестті күтесіздер. Уже қайсынан ретест алып, пожалуйста, ашып көрсеңіздер болады. Және тағы да ескерту, үлкен трендті ұстамайсыздар бұл жерде. 2 ары кетсе 3 доллар ғана қозғалысты ұстайсыздар. Сіздерге бүгінге тапсырма, осы 5 компания, мына жерде тұрған 5 компанияны аласыздар. Осы компанияға алғашқы жаңағы немен, таймфрейммен 1 минутқа қойып көресіз ба, 5 минутқа қойып көресіз ба, өздеріңіз білесіздер. Сіздер новичок болсаңыздар, лучше 1 минутқа қойып, солай сызып алғандарыңыз жөн. Сызасыздар high және low. Ескерту, high low ол бізде фитильмен сызылады. Және де қай диапазонды жарып шығады, соны күтесіздер. Және ретестін күтіп барып 1-2 доллар стоп-лоссты қойып, ұстап, үйреніп келу. Енді широкий және узкий дегенді қалай былайша айырсақ болады, нақты цифрамен нәрсе бар ма дейтін болсаңыздар, бізде ATR деген нәрсе бар, қараңыздар. Мына жерде Weibull'да төбені индикаторсты бассаңыз, мына жерде ATR деп тұрады. Осыны ATR-ды басамыз, мына астында таймфрейм. Бұл жерде ATR-ды көргенде таймфрейм маңызды. Таймфреймді басамыз, 1 күндікке қоямыз, қараңыздар. 1 күндікке қойдық, таймфрейм қанша бізде? Мысал үшін Тесланың таймфреймі 14 екен. Минимум ала береміз, примерно 12 деп алыңыз. Сол кезде алғашқы 5 минуттық свечканың несі уже 6, 7, 5 доллар болып жатыр ма, онда ол уже широкий. Мысалы, таймфрейм сіздерде примерно 7 деп алайық. Мысалы, AMD-дікі 7. Онда сіздердің алғашқы свечкеңіздің широкий ол қашан болады? 3, 4, 5 доллар болса, онда ол широкий. Яғни осы ATR-ға байланысты. Сондықтан ATR қарау қиын емес, басасыз, ATR-ды басасыз, 1 күндік таймфреймға қоясыз, все, қарап аласыз. Соның примерно алғашқы свечкидің денесі емес, жалпы қозғалысы ATR-дың жартысынан асып баратса, онда уже ол широкийға жатады, және сіз ол компанияны лучше қарамағаныңыз жөн. Яғни сіздер узкий компанияны таңдап алу керек. Осылай давайте қолданып көріңіздер, және де менеджердің ссылкасы бар. Сол бойынша ашып, қанша доллар табыс таптыңыздар, жіберіңіздер. Келесі сабақта мен сіздерге осыны практикамен көрсететін боламын. Сау болыңыздар.